Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен ерекше дәмді болып шығатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге ең қажетті заттар: сармай, жұмыртқа, қант, сұйық май, қопсытқыш қажет болады және ұн қажет болады. Ең алдымен біз сармайымызды, жұмыртқамызды, сұйық майды және қантты алып жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымызға қопсытқышты қосып, електен өткізіп, аз-аздан сала отырып, қамыр жасаймыз. Міндетті түрде аз-аздан салу қажет, етпесе қамырларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Міне осындай қамыр шығады. Енді оны біз алып бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөліп, осындай сопақша тәріздес пішінде жасаймыз. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес қылып жасаймыз. Сосын оны печкамыздың естіне жайғастырамыз. Бір-біріне қатты тығыз байланыстырмай жасау қажет. Ал енді біздің дайын болған қамырларымызды үстін шаншқымен басып шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша өздеріңіздің идеяларыңызбен жасай берсеңіз де болады. Дайын болған қамырымызды пешке 20-25 минутта пісіріп аламыз. Ал міне печеньеларымыз пісті. Енді оларды шоколад пен сармайда микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Және әрбір печеньені шоколадқа жартысын батырып аламыз. Видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Міне біздің печеньеларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп қойыңыздар.